156 есеп. Бірінші пункт. 5, 10, 15, 20, 25, 30 сандарың 5 кей, яғни 5 көбейтілген кей, мұндағы кей натурал сан көбейтілсе түріне келтіріңдер дейді. Натурал сан дегеніміз не? Натурал сан дегеніміз санау үшін қолданылатын сандар. Яғни 0-ден үлкен бүкіл бүтін сандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 тағы сол сияқты. Енді бізден сұрап тұрғаны мына берілген сандарды 5 кей түрінде жазыңдар деп тұр. Оны қарап өтейік. 5 дегеніміз не деген сөз? Бізге 5 кей түрінде жазыңдар дегендіктен біздер былай жазайық. 5 көбейтілген нешеге тең болса, ол 5-ке тең болады. 5 көбейтілген 1, е? 10-шы. 10 дегеніміз ол 5 көбейтілген 2. 15. 15 дегеніміз бұл 5 көбейтілген 3. 20. Бұл 5 көбейтілген 4. 25. Бұл 5 көбейтілген 5, е? Және 30. Ол 5 көбейтілген 6. Міне бізден сұрап тұрғаны осындай түрге келтіріп жазыңдар дейді. 5 көбейтілген кей түріне жазыңдар дейді. Мына мысалда бізде кей нешеге тең? Бұл мысалда кей 1-ге тең. Мына мысалда ше кей 2-ге тең. Мына жерде кей 3-ге тең. Мына жерде кей 4-ге тең. Мына жерде 5-ге. Мына жерде 6-ға. Осылай біздер есептің шартын орындадық. Біздер әр берілген санды 5 көбейтілген бір белгілі сан ретінде жаздық. Осы жерде беріліп тұрған 5 кей деп тұрғаны, бұл мына әр берілген санды 1, 2, 3, 4, 5 әрқайсысын жазып отырмас үшін барлығын бірге кей деп белгілей салған. Ал кей ол айнымалы сан, оның орнына кез келген натурал санды қоюға болады деп жазған екен. Бұл біздің бірінші пунктіміз болды. Екінші пунктті қарайық. Екінші пунктта 3 кей, 4 кей, 7 кей, 11 кей. Мұндағы кей натурал сан түрінде жазуға болатын 3 сан жазыңдар дейді. 3 кей дегеніміз не деген? Дәл жаңағы есеп сияқты біздер енді бұл жерде кейді таппаймыз. Бұл жерде біздер кейдің орнына әртүрлі натурал сандарды қоямыз. Натурал сандар бізде нешеден басталады? Натурал сандар бұл 1-ден басталатын барлық бүтін сандар. Сондықтан 3 кейдің орнына біздер 3 мысал келтір деп тұрса, кейдің орнына 1 қойық, ол 3 көбейтілген 1 болады. Кейдің орнына 2 қойық, бұл 3 көбейтілген 2 болады. Кейдің орнына 3 қойық, бұл 3 көбейтілген 3 болады. 3 сан жазыңдар дейді. Міне 3 сан жаздық. Енді 4 кейге, 7 кейге де дәл солай істейсіңдер, 11 кейге де дәл солай істейсіңдер. Мұны жерге жазып көрейік. 11 кей. Натурал сан болғандықтан біздер кейдің орнына 1, 2, 3 қана емес, 100, 1000, 3000 қоя аламыз. Сөйтіп қойып көрейік. 11 кей бірінші, 100 қойық, көбейтілген 100. Бұл да дұрыс болады. Екінші 11 кей, кейдің орнына біздер 1000 қойық. Бұл да дұрыс болады. Үшінші 11 кей, кейдің орнына 50 қойық. Бұл да дұрыс болады. Яғни біздер берілген кей деген айнымалыны натурал сандармен ауыстырдық. Айнымалы деген сөз бұл берілген сан кез келген натурал санмен ауыстырып жіберуге болады деген сөз.